Бәріне сәлем, сіздермен қысқаша кино. Бүгін біз 2016 жылғы Расколбас қиял ғажайып мультфильмін қысқаша айтып беретін боламын. Супермаркеттегі азық-түлік өмірі уайым мен қайғыға толы емес. Олардың күні құдайларды мадақтайтын әнмен басталды. Бұл құдайлар оларды сүрелерден ең жақсы әлемге апарады. Мұнда әркім үшін өз ләззаттары мен бақыттары қарастырылған. Бір-бірінің қасында шұжықтары мен тоқаштары бар пакеттер бар. Екеуі де ең жақсы әлемде болуды және бір-бірімен байланысуды армандайды. Олар әсіресе барлық нан тоқаш өнімдері сүрелерден сыпырылып кететін жұлдызды жолақты мерекені күтуде. Френд бар есімді шұжық салынған қаптамада болды. Бәрі оған күледі, бірақ Френд досын оның ұзындық емес диаметр екеніне сендіреді. Және бір күні бар шұжығымен тамаша тоқашты қуантады. Френдтің өзі үшін серіктес таңдап қойған. Бұл барлық тыйымға қарамастан, олар ұштарымен қол тигізген Брента шұжығы. Осылайша олар қаптаманың тұтастығын бұзды. Ол үшін оларды қоқысқа тастауға болады. Мұны супермаркет қызметкері істеп жатыр. Оны мұндағылардың бәрі қараңғы лорд деп атайды. Ол мерзімі өткен азық-түлікті жинап қоқыс жәшігіне тастайды. Алайда бұл жолы Френд пен Брентаны алмай, олар сүреде қалды. Бірақ бал қышасының жолы болмады. Оның құдайлары оны жақсы әлемге апарды. Содан кейін олар кәдімгі қыш алғысы келетіндіктен оны қайтарып алды. Қайтып келгенде бал қышасы дірілдеп қобалжыды. Ол құдайлардың азық-түлікпен не істеп жатқанын көрді, және енді оны көре алмайды. Ол өзі бөлімінде басқаларға ескертуге тырысады. Бірақ ескі үнділік от суы пайда болып, оған ештеңе айтуға тыйым салады. Қыша бұл күні қатты қиналды. Бірақ жан түршігерлік оқиға болды. Оны қайтадан құдайлар таңдады. Онымен бірге себетке Френд пен Барри қосылған. Шұжықтар мен тоқаштар салынған олардың арасында Брента да бар. Олар сондай-ақ сүреде болған соңғы клизманы осы жерге қойды. Клизма ең бақытты болды. Ол құдайдың қараңғы шегіне еніп, оның барлық мазмұнын құйып жіберетінін күтті. Бір кездері жасаушылардың қолында болған қыша ақыры қозғалды. Ол өз өмірін қиюды шешті. Сенің басыңды айналдырып, ішіңді жеп қойғаннан бәрі жақсы. Алайда Френд осының қатты еденге шағылуына жол бере алмайды. Ол қышаны аяғынан ұстап алады, ал Френдтің өзін Брент ұстап алады. Қайтыс болғанға дейін бақытсыз қыша құмырасы шұжықтарға отты суды табуға кеңес береді. Бұл кәрі үнді жақсы дүние туралы бәрін біледі. Олардың қанша тырысқанына қарамастан қыша құлап сынып қалады. Екі арба соқтығысып, азық-түлік еденге құлады. Ұн салынған дорба жарылып, айналаның бәрін қорқынышты тұманға орады. Ал осы ұн тозағында құлаған азық-түліктер үйіліп жатыр. Френд Брентаны тауып алып, оның жолындағы бәрін басып жатқан жын-перілер арбасынан құтқарады. Бірақ содан кейін клизма пайда болып, Френдке шабуыл жасайды. Ол Сасасундрияны жақсы әлемге апармайтынына сенімді. Оның үстіне клизманың ұшы зақымдалады. Бәрін аяқтау үшін қараңғы лорд оны қоқыс жәшігіне тастады. Френд пен Брента арбадан түсіп қалған тағы бір жұпты кездестіреді. Олардың бірінің аты Карим Абдул-Лаваш, екіншісінің аты Семи Бегел. Олар өлімдерінің қай жерде екенін білу үшін ең жоғарғы қабатқа көтеріледі. Ал Френд шарап зауытынан өту керек дейді. Жол бойында ол отты суды іздеп, одан жаратушылар мен басқа әлем туралы сұрағысы келеді. Осы кезде клизма қоқыс жәшігінен шығып, енді бұрынғыдай болмайтынын түсінді. Оның шығыңқы бөлігі үмітсіз ойылып, бүйірінде жарықша пайда болды. Дәл осы жерде клизма шырын салынған қорапты кездестіреді. Оның да ақауы бар, және тікелей тесілген тесігінен клизма өзін сұйықтықпен толтырса, пішінін қалпына келтіре алатынына сезеді. Сондықтан ол көзілдіріктің саңылауына түсіп, оны бір тамшыға дейін сорып алады. Шырынның ақ кетуіне жол бермеу үшін клизма тесілген жерін жапсырмамен жапсырады. Содан кейін ол кек алу үшін Френдті іздеуге барады. Лаваш пен Бегел шарап бөліміне дейін жанжалдасып қалды. Бір рет ішімдіктің арасында олар тез тынышталды. Өйткені бұл жерде салқын кеш болды. Супермаркет жабылғаннан кейін бұл бөлімде көңілді вакономия болды. Френд бұл жерде отты су үңгірін байқап, онымен бір-екі сөз сөйлесуге барады. Ол Брентті сыртқа қалдырады. Тоқаш осы үңгірге бару арқылы құдайларды ашуландырудан қорқады. Ішінде Френд достарымен бірге отты суды тауып алады. Дүниенің ысқырығын тұтатып, оған бұрын қалай болғанын айтып береді. От суы жарамдылық мерзімі өтіп кеткен өнім, яғни ол мәңгілік. Ол супермаркеттегі барлық тауарлар шындықты білетін кездерді есіне алады. Олар құдайлардың мүлде құдай емес, жегіш екенін білетін. Ал сөреден алып кеткенде өмірмен қоштасуға болады.
Ал сонау заманда супермаркеттегі өмір сұмдыққа толы еді. Бірақ от су бәрін өзгертті. Ол достарымен бірге құдайларды мадақтайтын және жақсы әлемде бақытты өмір сүруге уәде беретін ән жазды. Бұл әуен маған мұрным ауырған кезде келді. Фрэнд құрыштардың сөзін қабылдамайды. Ол дәлел алғысы келеді және оны мәңгілік мұздың арғы жағындағы қараңғы бөлімге апарады. Арам шөптің астындағы уақыт байқалмай өтіп жатыр. Ал Бренда Фрэнд үшін алаңдай бастайды. Өйткені ол үңгірден ұзақ уақыт бойы шықпайды. Мұнда бір мексикалық оған келіп, оны салонға шақырады. Ол Фрэндтің қазірдің өзінде сол жақта екенін айтады. Лабаш Бегелмен бірге ол бейтаныс адамның соңына еріп тұзаққа түседі. Бұл бөтелке мексикалық арақ Фрэндті іздеп жүрген Клизмаға тапсырылды. Дегенмен тоқаш пен оның достары Тереза Дель Тако салонынан алып кетеді. Олар Брендтің бай дөңгелектерін жақсы көретін. Оның достары супермаркеттің құпияларын түсініп жатқанда Барри құдайдың үйінде болды. Ол қазірдің өзінде әмбебап қуанышқа дайын болды. Өйткені ол олардың осында жеуге әкелінгенін білді. Картоп тұтынуға бірінші болып кетті. Оның артында сәбіз, ірімшік және басқа да жеуге болатын заттар бар. Барри мен оның досы Карл қашуға шешім қабылдады, бірақ Карлды пышақтап тастады. Ал Барри жалғыз қашуға мәжбүр болды. Дүкеннің қараңғы бұрыштарында Брендамен қалған досын Клизмач тауып алады. Ол оған Фрэндтің шұжығын беруді талап етеді. Бренда Клизманың бүйіріндегі жапсырманы жұлып алып, қашып үлгереді. Клизма кептеліп қалды. Бұл арада Барри құдайлардың қатыгез мейірімсіз әлеміне тап болды. Онда кездейсоқ жолда кездескен шұжық мүлде шұжық емес, одан жаман нәрсе болып шығады. Бұл жерде құдайдың ваннаға арналған тұзды сатып алып жатқанын көреді. Ол басқа мақсатта пайдаланғалы жатыр. Оның қолында Барри супермаркетінің сөмкелері бар және ол үйге ораламын деген үмітпен оған жабысып тұр. Бренда ақыры Фрэндпен кездеседі. Ол құдайларды шындықты білу үшін қараңғы бөлімге баратынын айтады. Дегенмен Бренда жасаушылар оларды жазалайды деп қорқады. Өйткені олар ережелерді бұзған үшін жазаланып қойған. Қыз ашуланып үйіне кетіп қалады. Онымен бірге Лаваш пен Бегел де кетеді. Фрэнд керісінше оның дұрыс екеніне дәлел тапқалы жатыр. Суық ауа райы мен қауіп-қатерге қарамастан ол қараңғы бөлімге кетеді. Оның досы Барри есірткіге тәуелді құдайдың үйінде болады. Ваннаға арналған тұз қасықтың үстіне төгіліп, еріп тамырға құйылады. Осыдан кейін ол азық-түлік әлемін көре бастайды. Оларды ести бастайды. Тіпті олармен сөйлесе бастады. Алайда бұл Барриге көп көмектеспейді. Өйткені құдай алдымен қорқады. Содан кейін құлап кетеді. Бірақ оның үйінде Барри бір кездері тамаша ғалымның үйінде болған, содан кейін осында болған сағызды кездестіреді. Онымен танысқаннан кейін шұжық құдайды оятуға барады. Сонда ол дүкенге апарады. Бірақ оянған кезде Тарчак азық-түлікпен сөйлесу қабілетін жоғалтады. Оның орнына ол оларды жегісі келеді. Барри оның қолында оны қайнаған суға салып қайнатқалы жатыр. Бренда үйіне оралып, тоқаштары бар пакетке кіреді. Ол жерде қазірдің өзінде толық жиынтық бар. Сондықтан ол бір тоқашты ең шетіне мыжып тастайды. Жолда Багел мен Лаваш келіспеушіліктерді ұмытып дос болды. Осы кезде Фрэнд қараңғы бөлімге келді. Ол жерден аспаздық кітапты тауып алып, оны жасаушылар оны толтыру үшін не пайдаланатынын біледі. Ол барлығына шындықты айтқысы келеді. Тіпті кітаптың бір бөлігін жұлып алады. Онымен бірге Фрэнд кассаға барып, камераны қосып, бүкіл дүкенге құдайлар әлеміндегі өнімдердің не екенін көрсетеді. Араласып кеткен гастрономия Фрэнкиге сенуден бас тартады. Олар жақсы әлем туралы ертегімен өздерін жұбатуды жалғастыруға келседі. Супермаркетте дорбаны себетке толтырып кассаға барады. Фрэнк оны құтқаруға асығады, бірақ оны сүрелердің шексіз лабиринттерінде жоғалтады. Дәл осы жерде ол аш көз құдайдың құрсауынан құтылып көмекке келген Барриді кездестіреді. Ол өзімен бірге өзінің ебедейсіздігінен жоғалтқан Тарчактың басын алып келді. Қабырғаға ілулі тұрған балта оның үстінен құлап, басын кесіп тастады. Барримен бірге Тарчактың үйінен сағыз және басқа да азық-түліктер келді. Олар бұрын құдай деп ойлаған жегіштермен қалай күресуге болатынын жоспарлады. Олар ваннаға арналған тұзды ертіп, оған шприц инелерін толтырып, супермаркетте келген әрбір келуші бір-бірден отырғызды. Осылайша олар өнімдердің шынайы табиғатына адамдардың көзін ашады деп күтті. Алайда қандай да бір қоқыс шықты. Азық-түліктің тірі екенін көрген адамдар үрейленіп, оны жей бастады. Бұл жерде сөрелердегі тауарлар шыдай алмай жегіштерге қарсы бірігіп кетті. Олар бірінші номерлі адамды ұрып соғып, шайқаста жеңіске жеткендей болды. Бірақ содан кейін қараңғы лордтың шалбарына кіріп алған Клизма пайда болды. Адамды басқара отырып, Клизмач Фрэндті іздеуге кетті. Ал оны тапқан кезде ол оны өлтірмекші болды.
Бірақ Фрэнд саусақпен жасалмаған болып шықты және артқы жағындағы жауға лайықты тойтарыс берді. Мылтықтың астында қалғанда достары көмекке келіп, клизматчпен қараңғы лордты газ баллондарымен ұшуға жіберді. Жеңіс барлық супермаркетте тойланды. Азық-түлік бір-біріне қатал қояндар сияқты тиді. Тіпті Барри өзіне жар тапты. Брентаның сөмкесіндегі мыжылған тоқаш. Аяқтағаннан кейін Фрэнд, оның жаңа достары жаңа шындықты білді. Сағыз отты сумен бірге мультфильмнің ішінде не бар екенін білді, және оларды ер адамдар басқа адамның көңілін көтеру үшін айтты. Және олар бізді шақырады. Мультфильм Сағыз өз әлемі мен жасаушылар әлемі арасында портал салып, қалғандарымен бірге сол жерде тәртіп орнату үшін барды.